Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте дәмді пельмен сорпа дайындайтын боламыз. Дәл осы сорпаны ресторандарда ұсынады бізге. Мінекей достар, ең алдымен қайнап тұрған суымызға майы шығатын кішкене осылай сүйекті етімізді салып қайнатып аламыз. Кішкене қайнағаннан кейін көбігін алып тастап 2 сағаттай қайнататын боламыз. Мен татымына қарай тұз салдым, және де сиырдың бульоны бар ғой, кубик 4 бұрышты, содан бір дана салып жібердім. Мінекей өте дәмді болып шығады. Сиыр етіне арналған түрін қосыңыздар. Келесі кезекте бізде қыздар ұнымызға 250 грамм ұнымызға бір дана жұмыртқамызды салып аламыз, және де қайнап тұрған 150 грамм суымызға оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып аламыз, және де шамамен 1 ас қасықтай сұйық май құйып алдым. Енді кезекте алдымен жұмыртқамызды ұнмен кішкене қозғап алып, үстіне қайнаған суды құйып отырып қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, бөліп құйыңыздар, өйткені қамырларыңыз жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Тезірек араластырып, осылай қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей достар, барлығының басын біріктіріп, дәл осылай өте қатты жұмсақ емес, орташа көлемдікте қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз әлі де ыстық, пакетімізге салып, кішкене 10 минуттай тұндырып қоямыз, демалдырып. Енді кезекте менде мұнда 250 грамм фарштың үстіне 1 шай қасық тұз салдым, шамамен жарты шай қасықтай қара бұрыш салдым, және де орта көлемде 2 бас пияз салып, барлығын блендермен майдалап өткізіп алдым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлығы бір келкі араласты. Дәл осылай араластырып алсаңыздар керемет болады. Мінекей менде дайын. Енді кезекте қамырымыздың иі қанды, осы қамырларымызды жайып алатын боламыз. Қайнаған суға иленген қамырымыз өте икемді болып келеді. Жаюға да оңай, және де суға түскен кезде бұл қамыр ешқашанда жыртылмайды, және де езілмей түсетін болады. Ресторандарда, кафелерде дәл осы рецептпен бізге ұсынады. Сіздер де үйлеріңізде дәл осылай жасап қойсаңыздар, өте керемет. Мінекей достар, қамырымызды жайып болдық. Енді кезекте баклажкамыздың көмегімен мен осылай домалақ формаға кесіп алдым. Кішкене майлығымызбен жауып, фаршымызбен шетінен отырып түйіп отырамыз. Ашық қалдырмаңыздар, қамырларыңыз кеуіп кетуі мүмкін. Мінекей дәл осылай барлығын бір-біріне беттестіре отырып түйіп аласыздар. Достар, дәл осы менің рецептімен жасап көріңіздер. Қонақ күтер кезде, яғни алдын ала дайындап қойсаңыздар, өте керемет уақыттарыңызды үнемдейтін боласыздар. Енді кезекте пельменіміздің барлығында түйіп алып, қайнап тұрған суымызға 1 ас қасық шамасында тұз салып, барлығында пісіріп аламыз. 6-7 минут шамасында қайнатамыз. Бұл қамырларымыз езілмей, дара-дара болып түседі. Ешқашанда жыртылмайды. Мінекей менде дайын болды. Енді кезекте сүзіп аламыз. Осы сүзіп алған қамырымызды, пельмендерімізді, яғни бетін майлап, кішкене арасына май жағып қоятын боламыз. Мінекей достар, барлығы дайын, май жағып қойдым. Жаңағы сорпамыздың етін сүзіп алдым. Етінің бізге қажеті жоқ бұл жерде. Мінекей сорпамызды сүзіп алған екен, дайын сорпамызды пельменіміздің үстіне құйып, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді сорпа, пельмен сорпа. Дәл осы рецептпен жасап, отбасыларыңызға да ұсыныңыздар, өте керемет. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен керемет пайдалы рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Назарларыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көріп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар тағы да.